Әлсіз әйелге әлімжеттік қылу, қорғансыз баланы қорлау қоғамдағы өзекті мәселеге айналды. Мемлекет отбасылық зорлық-зомбылыққа жол бермейді. Өйткені әрбір отбасы үлкен отанның бір бөлшегі. Әр азаматтың құқығы тең, ал жазықсыз жәбір көргеннің қалқаны заң болуы тиіс. Сондықтан отбасына опасыздық жасап, ойран еткендерге қатаң жаза тағайындалды. Ұрып-соғу мен денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру әрекеттері қайтадан қылмыстық құқық бұзушылық санатына енді. Кәмелетке толмағандарға қарсы жасалатын қылмыстарға да қатысты жаза ауырлады. Отбасылық зорлық-зомбылықты қылмыс санатына жатқызу мәселесі қоғамда көптен бері талқыланып жүр. Құқық қорғау органдары бұл ұсыныстың дұрыс екеніне күмәнмен қарайды. Себебі мұндай тұрмыстық жағдайларды анықтау оңай емес. Яғни осындай оқиғаларды тергеп тексеру қиынға соғады. Бұл сөздің де жаны бар. Бірақ қалай десек те отбасылық зорлық-зомбылыққа көз жұма қарауға болмайды. Неліктен президент алдымен отбасы институтын нығайтып алу керек деді. Өйткені отбасы қоғамның мәдениетін, мемлекеттің өркениеттілігін айқындайтын іргелі феномен. Өкінішке қарай қоғамда заң мен тәртіпті елемейтін есерсоқтар кездесіп жатады. Соңғы жылдары қоғам меншігіне ат үсті қарайтын, өзгенің мүлкін бүлдіретін бұзақыларды сабасына түсіретін заң да қатаңдатылды. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылық профилактикасына назар аударып, мәдениетсіздік пен вандализм көріністеріне белсенді түрде қарсы тұру қажет. Жақында мемлекет басшысы осы мәселеге ерекше назар аударды, оны шешуге ерте жастан бастап кірісу керек. Ең алдымен мінез-құлық мәдениеті, кітап оқуға деген сүйіспеншілікті дәріптеу, өз елі мен әлем тарихын білу сияқты құндылықтарға баса мән берілуге тиіс. Қылмыс тек отбасында немесе көшеде болмайды. Қазір телефонның ар жағында отырып тұзақ құратын алаяқтар көбейді. Технологияның тілін меңгерген әккілердің құрығы ұзарып, алдап арбау тәсілдері күн санап мың құбылуда. Оған тосқауыл ретінде мемлекет цифрлық қылмыстарға қарсы кешенді жүйе қалыптастыруда. Арнайы бөлімшелер құрылып, алаяқтық әрекеттерді анықтайтын жасанды интеллект технологиялары енгізілуде. Дербес деректер операторларының тізілімін құру, сондай-ақ деректерге қол сұғылу туралы азаматтарды хабардар ету міндеттеледі. Конституциялық реформа аясында жеке мәліметтердің жаппай таралып кетуіне қатысты қосымша қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Мақсат деректерді қорғауды күшейту, азаматтардың цифрлық қызметтерге деген жауапкершілігі мен сенімін нығайту. Қауіпсіздік заң адам үшін қызмет еткен жерде басталады. Бүгінде заң және тәртіп жай ғана құқықтық қағида емес, бұл құқық бұзушылықтың алдын алуға, азаматтарды қорғауға және қоғамдағы тұрақтылықты нығайтуға бағытталған нақты шешімдер жүйесі.